Нөмірі 46-шы Ақбота бөбекжай бақшасы Әулиеат ауданы Шайқорық массиві мен Манамбаева Назира Оспановна әдіскер. Құрметті ата-аналар, әріптестер және менің сүйікті бүлдіршіндерім. Бүгін біз жүрекке жылу сыйлайтын ерекше мереке алғыс айту күнін атап өтудеміз. Бұл күн бір-бірімізге ризашылық білдіріп, жақсы сөз айтып, мейірімділік пен сыйластықты арттыратын күн. Ең алдымен ата-аналарға алғыс айтқым келеді. Балаларыңызға дұрыс тәрбие беріп, бізге сенім артқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Біз үшін әр бала қымбат, әр бала болашақтың жарқын үміті. Сүйікті балаларым, сендерге де рахмет. Күн сайын балабақшамызды күлкіге толтырып, шынайы қуаныш сыйлайсыңдар. Сендердің әр жетістіктерің біз үшін үлкен бақыт. Алғыс айту тек бір күндік іс емес. Біз күн сайын жақсылық жасап, жылы сөз айтып, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Бүгін ерекше мейірімді күн. Бұл күн бір-бірімізге рахмет айтып, жақсы сөз сыйлайтын күн. Алғыс айту дегеніміз жүректен шыққан жылы сөз. Мен сендерге алғыс айтқым келеді. Әр күн сайын балабақшамызды күлкіге толтырып, бір-бірлеріңе көмектесіп, дос болып жүргендерің үшін рахмет. Жиі рахмет, өтінемін, кешіріңіз деп айтыңыз. Жылы сөз жүректі жылтады. Сендер біздің болашағымызсыңдар. Әр қайсың ерекше, ақылды және мейірімдісіңдер. Балабақша бала тәрбиесінің алғашқы әрі маңызды бастамаларының бірі саналатын қасиетті тәрбиелік орта. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз үшін балабақша бұл өз үйінен кейінгі екінші отбасы. Балалар тек ойнап қана қоймай, өмірге қажетті алғашқы тәрбиені де алады. Балабақша герой бұл достыққа, мейірімділікке және құрметке үйрететін жылы орта. Осындай ортада балалар еркін өсіп, жаңа дүниелерді үйренеді. Баланың өмірінде тәрбиеші ата-анадан кейінгі ең маңызды тұлға. Балаларымызға күн сайын қамқорлық танытып жүрген жандардың еңбегі ерекше. Балбөбек тобының тәрбиешілері балаларға әрдайым мейірім мен жылулық сыйлап келеді. Назерке Тұранқызы мен Акерке Құдайбергенқызы өз ісіне адал мамандар. Олар балалардың әр күнін қуаныш пен білімге толы ету үшін жұмыс істейді. Тәрбиешінің көмекшісі Динара Есенгелдіқызы да балаларға ерекше қамқорлық көрсетеді. Балалардың қауіпсіздігі мен жайлы болуы үшін олардың еңбегі зор. Осындай жанашыр жандардың арқасында балаларымыз балабақшаға қуанып барады. Балбөбек тобы ұжымына алғысымыз шексіз, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті Ақбота балабақшасының қызметкерлері, алғыс айту күніне орай сіздерге үлкен алғысымды білдіремін. Себебі сіздер әрбір отбасының еркесін тәрбиелеп, балаларға мейірім мен қамқорлық сыйлап жүрсіздер. Менің балам Айбат осы балабақшаға барғаннан бері көптеген жақсы өзгерістер байқалды. Оның сөз қоры көбейіп, балалармен қарым-қатынасы жақсарып, өзіне деген сенімі артты. Сол үшін тәрбиешілеріміз Акерке Құдайбергенқызы мен Назерке Тұранқызына ерекше алғыс білдіреміз. Балаларға күн сайын қамқорлық көрсетіп жүрген Динара апайға да үлкен рахмет айтамыз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Жетістіктеріңіз көп болсын. Рахмет.